Саламатсыздар ма? Орталық Азия инновациялық университетінің құқықтану мамандығының 2-ші курс студенттері. Бүгінгі біздің пәніміз, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы жалпы бөлімі бойынша тақырыбы жаза тағайындау. Мен Сартбаева Ұлданай Карахановна, Қазақстан тарихы және құқықтану кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының кандидаты. Бүгінгі дәріс тақырыбымыздың жоспарына сәйкес, яғни қарастырылатын сұрақтар: бірінші, жаза тағайындаудың жалпы негіздері. Екінші сұрақ: қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайлар. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар. Үшінші сұрақ: шартты түрде соттау, шартты түрде соттаудың күшін жою. Жалпы бұл тақырыпқа тоқталатын болсақ, яғни жаза тағайындаудың жалпы негіздері осы қолданыстағы күші бар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 52-ші бабына сәйкес, яғни 2014 жылы 3 шілдеде қабылданып, 2015 жылдың 1 қаңтарынан және осы уақытта күші бар заңға сәйкес жаза тағайындаудың жалпы негіздері. Бірінші бөлім бойынша 52-ші баптың қылмыстық құқық бұзушылық жасауға кінәлі деп танылған адамға осы кодекстің ерекше бөлігінің тиісті бабында белгіленген шектерде және осы кодекстің жалпы бөлігінің ережелерін ескеріле отырып әділ жаза тағайындалады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 52-ші бабына сәйкес 52-ші баптың 2-ші бөлім бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамға оның түзелуі және жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін қажетті және жеткілікті жаза тағайындалуы тиіс. Егер жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазаның онша қатаң емес түрі жазаның мақсатына жетуді қамтамасыз ете алмайтын болса ғана, ол үшін көзделгендері арасына неғұрлым қатаң жаза түрі, неғұрлым, яғни түрі тағайындалады дағы жасалған іс-әрекет үшін осы кодекстің ерекше бөлігінің тиісті баптарында көзделген неғұрлым қатаң жаза осы кодекстің 58 және 60 баптарына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтардың, яғни жиынтығы немесе үкімдерінің жиынтығы бойынша тағайындалуы мүмкін. Жасалған іс-әрекет үшін осы кодекстің ерекше бөлігінің тиісті баптарында көзделген онша қатаң емес жаза тағайындау үшін негізгі осы кодекстің 55-ші бабында айқындалады. Жалпы жаза тағайындаудың жалпы негіздерін тоқталар болсақ, біріншіден, осы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған, яғни қылмыс жасаған адамды жаза тағайындауда күші бар қолданыстағы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің жалпы бөлімдегі жалпы ережелеріне және сондай-ақ қылмыстық кодекстің ерекше бөлімдегі нақты жеке бап немесе сол баптың бөлімдері немесе тармақтарына сәйкес жаза тағайындалады. Ол үшін негіз болып табылады, яғни жалпы жаза тағайындауда біріншіден осы қылмыс жасаған, яғни кінәлі деп танылған адамның жеке басының, яғни қылмыс жасағанға дейін қандай болғаны, қылмыс жасағаннан кейін қандай болғаны, қылмыс жасау кезінде қандай болғаны. Сондай-ақ қазіргі қолданыста күші бар қылмыстық кодекстің жалпы бөлімдеріндегі жаңағы ережелеріне сәйкес қылмыстық жауаптылықтың жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар бойынша басшылыққа ала отырып жаза тағайындайды екен. Жалпы қылмыстық екінші сұрағымызға келетін болсақ, қылмыстық жауаптылықпен жазаны жеңілдететін және қылмыстық жауаптылықпен жазаны ауырлататын мән-жайларға жеке-жеке тоқталып өтелік. Бірінші, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 53-ші бабына сәйкес, яғни қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайлар. Олар нелер? Қайсысы қандайлар? Яғни бірінші бөліміне сәйкес мыналар қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайларды танылады. Бірінші тармағы: мән-жайлардың кездейсоқ тоғысуы салдарынан алғаш рет қылмыстық теріс қылық немесе алғаш рет онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған жағдайда. Сіздер мен біздер білеміз, яғни алғаш рет теріс қылық, алғаш рет қылмыс, бұның барлығы
сіздерде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 10-шы бабына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтың түрлері бар. Яғни біріншісі қылмыстық теріс қылық, екіншісі қылмыс. Енді осы қылмыстық теріс қылық пен қылмысты алғаш рет жасаған болса да, оның ішіне және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 1-ші бабының яғни сәйкес қылмыстың санаттары 4 түрге бөлінеді. Қоғамға қауіп дәрежесі сипатына қарай, яғни біріншісі онша ауыр емес, ауырлығы орташа, ауыр, аса ауыр. Соның ішіндегі, яғни бірінші рет қылмыстық теріс қылық жасаған болса, және алғаш рет онша ауыр емес, және ауырлығы орташа қылмыс жасаған жағдайда, онда кінәлі жасаған қылмысы бойынша қылмыстық заңның шеңберінде, яғни қылмыстық жауаптылықпен жазаны жеңілдетілген жайдан бір түрі болып табылады екен. Екінші тармағына сәйкес кінәлі адамның кәмелетке толмауы. Яғни кәмелетке толмаған жас дегеніміз бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекс 80-ші бабының 1-ші бөліміне сәйкес 14 жасқа толған, бірақ 18 жасқа толмаған жас аралықты кәмелет жасқа толмаған деп айтамыз. Үшінші тармағына сәйкес, яғни 53-ші баптың жүктілік. 4-ші тармағына сәйкес кінәлі адамның жас балаларының болуы. 5-ші тармағы медициналық немесе өзге де көмек көрсету салдарынан қарамастан қылмыстық құқық бұзушылық жасағаннан кейін жәбірленушіге тікелей осындай көмек көрсеткен жағдайда. 6-шы қылмыстық құқық бұзушылық салдарынан келтірілген мүліктік залалды ерікті түрде өтеу, қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген моральдық және өзге де зиянның орнын толтыру. 7-ші тармағы бойынша жеке басындағы отбасылық немесе өзге де ауыр мән-жайларды тоғысу салдарынан осы аталған қылмысты, яғни не жаны ашығандық уәжімен қылмыстық құқық бұзушылық жасалған кезде. 8-ші тармағы бойынша күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу салдарынан не материалдық қажеттік немесе өзге де тәуелсіздігіне қарай қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жағдайда. 9-ші тармағына сәйкес қажетті қорғаныстың, аса қажеттіліктің, құқық бұзушылық жасаған адамды ұстап алудың, негізді тәуекелдің, бұйрықтың немесе үкімді орындаудың құқыққа сыйымдылық шарттарын бұзу кезінде жедел іздестіру, қарсы барлау іс-шаралары немесе жасырын тергеу іс-қимылдарын жүзеге асыру кезінде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған болса. Неге? Бұның барлығы бізде білесіздер, яғни қылмыстық заңға сәйкес іс-әрекеттің қылмыстылығын жоятын және жазаланушылығын жоятын мән-жайлардың түрі болып табылады. Соған байланысты, егер оның бәрінің дер кезінде өзінің заңды шарттарына сәйкес болған жағдайда кінәліні қылмыстық жауаптан босатуға болады. Бірақ дегенмен осы әрекеттерді қолдану кезінде олардың жүзеге асыру кезінде қылмыстық құқық жасаған болса, дегенмен де ол қылмыстық заңның шеңберінде, яғни қылмыстық жауаппен жазаны жеңілдететін мән-жайдың бір түрі болып табылады екен. 10-ші тармағына сәйкес жәбірленушінің қылмыстық құқық бұзушылыққа түрткі болған заңға қайшы немесе бейморалдық мінез-құлқы. 11-ші тармағы шын ниетпен өкіну, айыбын мойындап келу, қылмыстық құқық бұзушылықты ашуға, қылмыстық құқық бұзушылықтың басқа да сыбайлас қатысушыларын әшкерлеуге және қылмыстық құқық бұзушылық нәтижесінде алынған мүлікті іздестіруге белсенді түрде ықпал еткен жағдайда. Және осы баптың 2-ші бөліміне сәйкес, яғни 1-ші бөлігінде көзделген мән-жайларды жаза тағайындау кезінде жеңілдететін мән-жайлар ретінде ескерілуі мүмкін. Жалпы келесі тоқталатын болсақ, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 54-ші бабына сәйкес қылмыстық жауаптылықпен жазаны ауырлататын мән-жайлар. Енді бұның барлығы, яғни жаңағы қылмыс жасау кезіндегі кінәлінің жасаған әрекетіне сәйкес соттың үкімі бойынша тағайындалатын кезде, немесе сіздер білесіздер, яғни жалпы 2000 жылы қабылданған 25 қаңтардағы Қазақстан Республикасы сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы заңда бізде сот тәуелсіз дейді, яғни сот үкім шығарғанда ешкіммен ақылдасып немесе ортақ мәмілеге келу арқылы жарияламайды, яғни жариялайды сот үкімін Қазақстан Республикасының атынан соттың үкімі бойынша. Тек біздерде сот жүйесінің 3 сатысы бар, яғни басты дейді, аудандық, екіншісі облыстық дейді, апелляциялық, және 3-ші жоғары сот кассациялық. Осыған байланысты арыздануға құқығы бар. Яғни жалпы тақырыбымызға сәйкес Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 54-ші бабына сәйкес қылмыстық жауаптылықтан ауырлататын мән-жайлар мынадай түрлері болып табылады екен. 1-ші тармақ бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірнеше рет жасалуы,
қылмыстардың қайталануы және қылмыстардың қауіпті қайталану кезінде. Бұның барлық сіздермен біздер білеміз, яғни қылмыстық құқық бұзушылықтың көптігінің түрлеріне сәйкес. Келесі екінші тармақ бойынша қылмыстық құқық бұзушылық арқылы ауыр зардаптарға келтірілсе. Үшінші тармағына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық адамдар тобы алдын ала сүзбалас адамдар тобының жасау және қылмыстық топ құрамын жасауы. Бұның барлығы сіздермен біздер білеміз, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 27-ші бабына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу, соның ішіндегі сыбайлас қатысу сандарын сәйкес. Төртінші тармағы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған айрықша белсенді рөл атқару. Бесінші тармағы бойынша кінәлі адамға ауыр психикалық, мінез құлықтық бұзушылықтан, яғни аурудан зардап шегетіні көрінеу белгілі адамдарды немесе қылмыстық жауаптылық жасаған, яғни жасына толмаған адамдарды қылмыстық құқық бұзушылық жасауға, яғни жасауға тарту. Алтыншы тармағы ұлттық, нәсілдік және діни өшпенділік немесе араздық уәжі бойынша басқа адамдардың құқыққа сыйымды әрекеттері үшін кек алу, сондай-ақ басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтар жасыру немесе жасауды оңайлату мақсатында қылмыстық құқық бұзушылық жасау. Жетінші тармағы бойынша кінәлі адамға жүктілік жағдайында екені көрінеу белгілі әйелге қатысты, сондай-ақ жас балаға, басқа да қорғансыз немесе дәрменсіз адамға, не кінәлі адамға тәуелді адамға қатысты қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезінде. Сегізінші тармағы бойынша адамның өзінің қызметтік, кәсіптік немесе қоғамдық борышын орындауына байланысты осы адамға немесе оның жақындарына қатысты қылмыстық құқық бұзушылық жасау. Тоғызыншы, яғни аса қатыгездікпен, садизммен, қорлаумен, сондай-ақ жәбірленушіні қинаумен қылмыстық құқық бұзушылық жасау. Және 13-ші тармағы бойынша қару, оқ дәрілер, жарылғыш заттар, жарылғыш немесе олардың имитациялайтын құралдарын дайындалған техникалық құралдар пайдалану арқылы тез тұтанатын немесе жанғыш сұйықтарды, улы және радиациялық заттарды, дәрілік немесе өзге де химиялық фармакологиялық препараттарды пайдалану арқылы, сондай-ақ күштеп немесе психикалық мәжбүрлеуді қолданып, не жалпы қауіпті тәсілдермен қылмыстық құқық бұзушылық жасау. 11-ші тармағына сәйкес төтенше жағдай, төтенше ахуал кезінде, сондай-ақ жаппай тәртіпсіздіктер барысында қылмыстық құқық бұзушылық жасау. 15-ші тармағы бойынша алкогольден, есірткіден немесе уытқұмарлықтан масаң күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кезде, яғни сот қылмыстық құқық бұзушылықтың сипатына қарай бұл мән-жайды ауырлататын мән-жайлар деп танымауы да құқылы. Өйткені сіздермен біздер білеміз, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 18-ші бабына сәйкес, яғни масаң күйінде алкогольдік жаңағы есірткі немесе уытқұмарлық заттарды, токсикоман дейміз ғой, енді осы әрекеттерді пайдалану кезінде жасаған қылмыстарды кезінде кінәлі қылмыстық жауаптан босатылмайды. Өйткені бізде бар қылмыстық бұзушылықтың субъектісі бойынша, яғни субъект дегеніміз кім дегенде біздер айтқанбыз, жалпы жеке тұлға, яғни жасы қылмыстық жауаптылыққа 16 жасқа толған есі дұрыс азамат, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 15-ші бабының 1-ші бөлім бойынша. Енді 15-ші баптың 2-ші бөлім бойынша мына төмендегі қылмыстарға байланысты, яғни ол жерде ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылықтың жас мөлшері 14 жастан бастап басталады деп. Енді есі дұрыстыққа қарсы есі дұрыстық деген бар бізде, осы қылмыстық құқық субъектісінің жаңа міндетті белгілеріне байланысты. Енді есі дұрыс еместік деген бар, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 16-ші бабына сәйкес есі дұрыс еместіктің 4 критерийі атап өтеді, яғни біріншісі созылмалы психикалық ауруға шалдыру, екінші уақытша психикасының бұзылуы, үшінші ақыл кем ақылдылығы, төртінші өзге дерттерге пайда болған. Яғни бұл жердегі жаңағы мас күйінде жасаған қылмыс жауаптылыққа байланысты есі дұрыс емес деп табылады, егерде дейді мас күнемдіктің өзінің патологиялық мас және физиологиялық мас деп бөледі. Патологиялық мас болса, онда біздерде білесіздер, белый горячка дейді ғой, сондай ауруларға байланысты. Оны енді сізбен біз атап өте алмаймыз, ол жерде тергеушінің осы аталған іс бойынша жаңағы сезіктіні
есі дұрыс па дұрыс емес па деп сот дәрігерлік сараптаманы тағайындау кезіндегі берілген нәтижесіне байланысты, яғни есі дұрыс емес болса, онда ол адамдарды біздерде медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы бойынша арнайы психиатрлық стационарға емдейтіндігін білесіздер, иә. Ары қарай 13-ші тармағы бойынша адамның өзі берген сертін немесе кәсіби антын бұза отырып қылмыстық құқық бұзу жасауы. 14-ші тармағы бойынша кінәлі адамға оның қызмет бабына немесе шартқа қарай көрсетілген сенімді пайдаланып қылмыстық бұзушылық жасауы. 15-ші тармағы билік өкілінің нысанды киімін немесе құжаттарын пайдаланып қылмыстық құқық бұзушылық жасауы. И 16-ші тармағы құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің судьяның өзінің қызмет бабын пайдаланып қылмыстық құқық бұзушылық жасауы. Яғни бұл аталғандардың барлығы бізде жалпы қылмыскерге жасаған қылмысының зардабына байланысты, сондай-ақ жаңағы қылмыс бұзушылықтың объективтік жағындағы келтірген қоғамға қауіпті әрекетіндегі белгілері мен кінәнің, яғни қылмыстық жауапты бұзаның алгоритмі және түрлері болып табылады екен. Келесі жалпы бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің, яғни 55-ші бабына сәйкес белгілі бір қылмыстық құбылушылық үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңіл жаза тағайындау. Келесі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 56-ші бабына сәйкес аяқталмаған қылмыс жаза тағайындау. Яғни аяқталмаған қылмыстарын білесіздер, екі түрі бар дегеніміз, ол біріншісі қылмысқа дайындық, құқық бұзушылыққа, екіншісі қылмыстық бұзушылыққа оқталу. Осы бойынша қандай болатындығы. Одан кейін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 57-ші бабына сәйкес сыбайлас қатысып жасаған қылмыстық бұзушылық жаза тағайындау. Жаңа ғана айттым ғой, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 27-ші бабына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу кезінде, олардың түрлеріне сәйкес, яғни орындаушы, ұйымдастырушы, айдап салушы, көмектесуші, немесе қос орындаушылық, немесе жаңағы қылмысқа құқық бұзушылыққа қатысушылардың ойында болмаған әрекет үшін. Ары қарай келесі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 58-ші бабына сәйкес қылмыстық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша тағайындау. Яғни бұл да жиынтығы дегеніміз қылмыс бұзушылықтың сіздермен біздер қарастырған болатынбыз, яғни қылмыстық бұзушылықтың көптігі бойынша оның 3 түрі бар дегеніміз. Біріншісі қылмыстың құқық бұзушылықтың бірнеше рет жасалуы, екінші қылмыстың жиынтығы, үшінші қылмыстың қайталануы, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 12-ші, 13-ші, 14-ші баптары бойынша. Келесі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 59-ші бабы бойынша қылмыстың қайталануы, қылмыстардың қауіпті қайталану кезінде жаза тағайындау. И қылмыстық кодекстің 60-ші бабы бойынша, яғни үкімдердің жиынтығы бойынша жаза тағайындау. Сондай-ақ жаза мерзімдерін қосу кезінде мерзімдерді айқындау тәртібі, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 61-ші бабына сәйкес және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 62-ші бабына сәйкес жаза мерзімдерін есептеу және жазаны есепке алу. И сондай-ақ бүкіл тақырыбымызға сәйкес, яғни жоспары бойынша 3-ші сұрақ, шартты түрде соттау, шартты түрде соттаудың күшін жою. Яғни шартты түрде соттау дегеніміз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің, яғни 63-ші бабына сәйкес шартты түрде соттау деп, егер сот бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындағанда, сотталған адамның жазаны өтемей түзелуі мүмкін деп түйінге келсе, ол тағайындалған жазаны шартты түрде санауға қаулы шығарады, яғни құқығы бар деген сөз. Екінші, себебі қолданыста күші бар қылмыстық заңға сәйкес. Екінші бөлім 63-ші баптың шартты түрде соттауда қолдану кезінде сот жасалған қылмыстық сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесін, кінәлі адамның жеке басын, оның ішінде жаңағы жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және орындалатын мән-жайларды ескере отырып шешеді екен. Үшінші бөлімі бойынша 60-ші баптың, яғни шартты түрде соттау тағайындау кезінде сот кодексінің 44-ші бабының 2-ші бөлігінің қағидалары бойынша бас бостандығынан айырудың барлық тағайындалған мерзіміне, ал кәмелетке толмағандарға 6 айдан 1 жылға дейінгі мерзімге пробациялық бақылау белгілейді екен. Шартты түрде сотталғандағы пробациялық бақылау кезеңіне онша ауыр емес, немесе ауырлығы орташа қылмысты қайталап жасаған кезде кәмелетке толмағандарға шартты түрде соттау қолданылуы мүмкін. Жалпы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 64-ші бабына сәйкес шартты түрде соттаудың күшін жою, яғни егер шартты түрде сотталған адам пробациялық бақылау мерзімі өткенге дейін өз мінез құлқымен өзінің түзелгенін дәлелдесе, пробациялық бақылауды жүзеге асыратын органның ұсынуы бойынша
сот шартты түрде соттаудың күшін жою туралы және сотталған адамның сотталғандығын алып тастау туралы қаулы шығара алады. Бұл ретте шартты түрде соттаудың белгіленген мерзімі кем дегенде жартысын өткен соң күші жойылуы мүмкін. Яғни шартты түрде сотталған адам бірінші қоғамдық тәртіп пен имандылыққа, кәмелетке толмағандардың құқықтарына, жеке адамға қол сұғатын және отбасылық тұрмыстық қарым-қатынастар саласында әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін өзіне әкімшілік жаза қолданылған әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамдарға. Екінші, электрондық бақылау құралдарын қасақана зақымдаған немесе оны бүлдірген, немесе дәлелсіз себептермен тіркелуге келмеген немесе пробациялық бақылау жүзеге асыратын органға хабарламай тұрғылықты жерін ауыстырған жағдайда. Үшіншіден, қылмыстық теріс қылық жасаған жағдайларда сот пробациялық бақылауды жүзеге асыратын органның ұсынуы бойынша пробациялық бақылау мерзімін ұзарталады, бірақ 1 жылдан аспайтын мерзімге ұзартады. Жалпы қорытындылайтын болсақ, бүгінгі лекция тақырыбымыз бойынша, яғни осы жаза тағайындауға байланысты соттың үкімі шыққан кезде жалпы осы үкім шығарудың барысындағы судьяның жалпы жаза тағайындауға қазіргі қолданыста күші бар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіндегі жаза тағайындау тақырыбы, яғни жеке институт ретінде рұқсат алған мән-жайларды басшылыққа ала отырып, кез келген уақытта немесе осы заңның шеңберінде қолдануы дұрыс деп табамыз. Жалпы пайдаланған әдебиеттер Орталық Азия инновациялық университетінің библиотекасында, библиотека қорындағы бар оқулықтар, яғни оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулар және жаңағы нормативтік құқықтық актілер, яғни заңдар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.